Сәлем достар, мен бүгін сіздерге кепкен шайдың пайдасы туралы айтып беремін. Кішкентай қаптамадағы бір рет қолданылатын шайдың кәдеге асатын кезі көп. Сондықтан оны шай ішіп болған соң мен кептіріп жинап қоямын. Керек кезінде оны емге пайдалануға болады. Көзге шаң түскеннен, шаршағаннан, инфекция түскенде қызарып, ісінсе, осы шай пакеттерін қайнаған жылы суға батырып алып, қабаққа қойып жатса, қызару мен ісінуді, тіпті іріңдеуін де басады. Өкше жарылғанда, сүйел шыққанда, терісі қалыңдап, мүйізгектенгенде ішіп болған шайдың пакетін жылы күйінде табанға қойып, сыртынан целлофанмен орап тастаңыз. Осылай ұйықтауға да болады. Оны бірнеше күн қайталасаңыз, өкшеңіз тегіс болып шыға келеді. Егер өкшеге алдымен алоэ шырынын жағып, шайды соңынан ораса, нәтижесі өте жақсы. Егер осындай шай пакеттерін бір рет қолданған соң көлеңкелі жерде кептіріп, көп етіп жинай алсаңыз, одан кішкене жастық тігіп алуға болады. Яғни мақта-матадан қалта тігіп, ішін әлгі қолданылған шаймен толтырасыз. Жұмсақ осы жастықты бас ауырғанда, желке тартылғанда жастанып ұйықтаңыз. Жастыққа өзіңізге жағымды эфир майынан 1-2 тамшы тамызуға болады. Жағымды иіс ұйқыны тыныштандырады, жүйкені жайландырады. Ал шайдың хош иісімен әсері тамырдың тартылуы, түйілуін тарқатады. Оны қан қысымы жоғары адамдар үнемі қолданса жақсы. Ұйқысы қалыпсыз адамдардың да осындай жастық қолдануы тәуір әсер береді. Бірақ бұл жастықты сулы сызды жерде сақтауға болмайды. Ол үнемі құрғақ болуы шарт. Әйтпесе суланған шай көгеріп, иісі күлімсі тартып, жағымсыз әсер беруі мүмкін. Ал құрғақ болса, оны кемінде жарты жыл кәдеңізге жарата аласыз. Оған дейін келесі топтамаңыз да дайын болып үлгереді. Видеом пайдалы болса лайк басып каналға жазылып қойыңыздар.